Мында бұл есепте алғашқы функцияны табыңыз. Бағана сыныпта көрген шығарған есебіміз сияқты балалар. Бізде мына кестелер алғашқы функция қандай функцияның x-тен f тең 1 бөлінген тубрасы x қой. Осы алғашқы функциясын жазамыз. x-тен f тең синус x алғашқы функциясын жазамыз. Мына функция берілген. Осы функциялардың алғашқы функциясын жазып шығуымыз керек. Мұнда есепте, екінші есепте y тең x тең f функциясы үшін адан f тең v шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыз дейді. Мұнда есептер шығарғанбыз біз сыныпта. Мұнда есеп бер x тең f тең 2 бөлінген 2x қосу 5-тің 2 дәрежесі. Осы есепті аяқтауымыз керек. Ол үшін бірінші алғашқы функциясын тауып аламыз. Одан кейін x тең f-тің орнына 2-ден 1 қоямыз. Алғашқы функциядағы x-тің орнына минус 2 қойып ары қарай есепті шығарамыз. Үшіншіде анықталмаған интеграл кестесін толтырыңыздар дейді. Мыналардың жауаптарын жазыңыздар деген сөз берілген тұр. Теңнен кейін мына жерде жауап қандай болады? Демек, k-ның алғашқы функциясын жазыңыз. X-тің n дәрежесінің алғашқы функциясын жазыңыз. 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясын жазыңыз. Синус x-тің алғашқы функциясын жазыңыз деген сөз. Алғашқы функцияны табу кестесіне ұқсайды, бірақ мұнда алдында интеграл, одан кейін мұнда x тұр. Төртінші есеп анықталмаған интегралды табыңыздар дейді. Есептің берілгені, мен мұнда бұлыңғыр болғаннан кейін ашық жазып қойдым. Интеграл астында 10 бөлінген тубрасы 5 қосу 2x минус 3x минус 11 дәрежесі dx. Мына жерде 10 көбейту 1 бөлінген тубрасы x-тің алғашқы функциясын білеміз. Мына жерде жазамыз, соған келтіреміз балалар. Минус 11 дәрежесін білеміз, минус бұл x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясына келіп тұр. Біз жерден жазып аламыз, сол формулаға келтіріп шығарамыз. Бұл бірінші нұсқаның есебі. Енді бірінші нұсқаның есептері қосымша. Мына есепті мына функциялардың алғашқы функциясының жалпы түрін жазыңыздар дейді. Мына функция берілген. Үлкен f деп бастаймыз да, бір жапаға дайындық балалар. Аламыз. Алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз дегендіктен қосусымен аяқтаймыз. Мұнда да x-тің минус 3 дәрежесі 4 көбейту x-тің минус 3 дәрежесі деп алуға болады. Немесе мен арнайы формула берген сабақта сіздерде кестені ашып қарасаңыздар бар. 1 бөлінген x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы минус 1 бөлінген x-тің n минус 1 дәрежесі. Кестені ашып анықтап қараңыздар. Мынаны білеміз. 3 көбейту 1 бөлінген x деп аламыз. Мынаны жатқа білеміз. Уже бағана сабақта дұрыс қолдандыңыздар. Мен мына бір есепті ғана жазып көрсетіп кеттім. Өйткені мына есепті сіздерге қиындау болады шығар деп ойладым. Бұл жерде 3x минус 7 ғой. 1 бөлінген x-тің алғашқы функциясы мына келтіріп отырмыз. Мына 3-тен 1 дегеніміз мына 3 қой. 3-ке терісан 3-тен 1 болып жақшаның алдына шығып кетті. Мына жерде мынау түбірдің, енді мынау екіншісі оңай, түбірдің алғашқы функциясына келтіресіздер. Екінші нұсқа ертең бір жобаға қалыптастырушы бағалау жұмыстары бұл балалар сіздерге. 20-шы қыркүйек күні бір жоба жазамыз, соған дайындық. Алғашқы функцияның табу кестесі. Кестесінен қараңыздар деген сөз ғой. Жауаптарын жазамыз. Мына есептер берілген. Y тең x тең f функциясы үшін адан f тең v шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыздар дейді. Бірінші, екінші, үшінші есеп. Бұнда алғашқы функциясын тауып аламыз. Алғашқы функцияның x тең f-тің орнына 3-ті қоямыз. Алғашқы функциядағы x-тің орнына минус 4-ті қойып шығарамыз. Екі есепте солай. Мына жерге мен бұлыңғыр болып көрінбесе деп жазып қойдым балалар. Анықталмаған интеграл табыңыздар дейді. 10 бөлінген 5 қосу 2x. Мына жерде минус бар. Мына жерде минус бар. 3x-тің минус 11 дәрежесі dx деп тұр. Енді анықталмаған интегралдың кестесін толтырыңыз дейді. kx осыны толтырасыздар. Егер осының бәрін дұрыс толтырып шықсаңыздар, онда бір жобаға дайынсыздар деген сөз. Енді мұнда есептер беріп қойдым. Бірінші есеп
мінекей осы есептердің шығарылуына қарап жақсылап дайындалып келіңіздер. Осы мағынадағы есептер беріледі. X'тен F тең ненің 2x дәрежесі минус 3, x қосу 1-дің квадраты плюс 4 бөлу синус квадрат x, иә. Біз бұл жерде енің x дәрежесінің алғашқы функциясын білеміз. 2-ден 1 енің 2x дәрежесі минус 3. 3 дегеніміз мынау. X плюс 1-дің мынау x қосу 1-дің 2 дәрежесі дегеніміз x-тің en дәрежесінің алғашқы функциясын табуға келтіреміз. X-тің en дәрежесінің алғашқы функциясы x-тің n плюс 1 дәрежесі, n плюс 1 мынау соған келді. Қосу 4-тен 1, мынау 1 бөлінген синус квадрат. Синус квадрат x дегеніміздің 1 бөлу синус квадрат x-тің алғашқы функциясы минус котангенс x қой. Ал мұнда 2-ден 1, мынау 2, 2-ге керісан 2-ден 1 болып жақшаның алдына шығып кетті. 4 алымындағы 4 балалар, 2-ге керісан 2-ден 1 минус котангенс 2x. Котангенс 2x 1 бөлінген синус квадрат 2x-тің алғашқы функциясы. Ол сіздерге белгілі қосылса. Енді ары қарай ықшамдау ғана қалды. 2-ден 1 енің өзін жазамыз. X плюс 1-дің 3 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарып кетті. 4 пенен 2 қысқарып кетті. 4 пен 2 қысқарып 2 котангенс 2x қосылсы болды. Есеп оңай. Бағана сабақта шығарғанбыз бұндай есептерді. Өздеріңіз шығарыласыздар. Формулалар берілген. Мына жерде мынау да оңайлы, бірақ осындай есептер берілген кезде әлі қателесіп жатқандықтан қайтадан көрсетіп өттім. 6 көбейту 3-тен 1, 3-тен 1 дегеніміз минус 3-ке керісан. 3-ші ереже бойынша k ғой, минус 3-ке керісан, минус 3-тен 1 болып жақшаның алдына шығып кетті. 5 минус 3x-тің 4 дәрежесі болу 4 бұл белгілі. X-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы бойынша алдық. Мына қосусы бізге жалпы түрін тауып жатырмыз. Ол енді 6 мен 3 қысқарып кетті. 2-ден 1, 5 минус 3x-тің 4 дәрежесі болады. 3-тен 1, 6 мен 3 қысқарып кетті мына жерде. Келесі есеп. Мына 2-ден 1 косинус x бөлінген 2 қосу, 2 синус x бөлу 3. Бұл жерде де алғашқы функциясы тапқан кезде мына 2-ден 1-дің өзін жазамыз. Ол мынау тұр. Мына 2-ден 1 x қой. 2-ден 1 көбейту x, мында x алымына көбейтіліп тұр. Сол 2-ден 1-ге керісан 2 болып шықты мінекей. Синус x бөлінген 2. Синус дегеніміз косинус x-тің косинус 2-ден 1 x-тің алғашқы функциясы. Мына синус 2-ден 1 x болады. Қосу 2 көбейту 3 дегеніміз, мына жерде 3-тен 1 бар. 3-тен 1 x қой мынау. 3-тен x деп оқылады, немесе 3-тен 1 x, сол 3-тен 1-ге керісан 3 болады. Мына минус болып тұрғаны синус 3-тен x-тің алғашқы функциясы минус косинус 3-тен x қосылса 2, мына жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Синус x бөлінген 2, мына менен 2 қысқарып кетті. Ол сіздерге түсінікті. 6, мына жер плюс еді, минус 6 косинус x бөлу 3 болды. Мына есепте 4 бөлі 1 қосу косинус x қой. Бұл жерде 1 қосу косинус x дегеніміз 2 косинус квадрат x. 4 бөлі 2 косинус квадрат x. Бұл оңай. Ары қарай шығарып кете береміз. Мынаны бірінші ықшамдап алдық. Ықшамдап алдық. Мына есепті ары қарай өздеріңіз есепті ары қарай әлі аяқталмаған. Өйткені 2, мына жерде 2 көбейту 1 бөлі косинус квадрат x қой. Косинус квадрат x, оны алғашқы функциясын өздеріңізде білесіздер ғой. 1 бөлі косинус квадрат x-тің алғашқы функциясы 2 тангенс x. Мына 2-ні жазамыз. Тангенс x қосу с деп аяқтаймыз. Мына есепті қайта көру керек сияқты. 6 көбейту 5 минус 3x болды ғой. 5x-тің 3 дәрежесі. Бізде болады 6, 6 мына жазылып тұр. 3-тен 1 шықты. 5 минус 3x-тің 4 дәрежесі бөлу 4 қосу с тең 2-ден 1. 5 минус 3x-тің 4 дәрежесі.
6 менен 3-ті қысқартамыз, 2 болады ғой мына жерде. 6 мен 3-ті, 2 мен 4-ті тағы қысқартып жібереміз. 2-ден 1, сонда 2 қалады мына жерде. 6 менен 3-ті қысқартасыздар, мына жерде 2 болады. 2, мына жерде 2 болады. 2 менен 4-ті тағы да қысқартып жібереміз, 2 болады. Мына минуспен, мына минуспен, мына 2-де минус 2-ден 1 болып алына шықты. 5 минус 3х-тің 4 дәрежесі болды. Осы есептерге жақсылап дайындалыңыздар. 20 күні бөлім осы тақырыптан бір жыл болады.